Роза Мұқанова мәңгілік бала бейне. Меңіреу қалпы, дел-сал болып мүлгіген жым-жырт түнді бетке алып, терең сайға шыққан Ләйлә қыздың жолында қара жамылған әлдебір бейне қараңдап сусып барады. Жапан түзде жүрген неғылған жан, дейді қыз көңілі алабұртып. Мен адамдар әулетінің рухымын, дейді бейтаныс үрейлі үн сонау алыс бір жақтан дауыс салып. Терең сайға бет алған Ләйлә қыз бұл сәтте беймезгіл рух тұрмақ адамзат қасиетінің өзіне де сенуден қалған. Тек қана осындай меңіреу түнде сол түнмен аймаласып тоңызынып тұратын қиянақтай әдемі айды сырлас еткен. Көкірегін кеулеген мұң-арызын осы арада терең сайда сыбырлайтын. Дөп-дөңгелек ай толықсып, түттей аппақ көркімен қара жамылған қарауылға сән беретін. Кейде үңіліп қарап қалған кіп-кішкентай Ләйлә қызбен быт-шыл болып айырылып бара жатқан қарауылдың шеніне есіркей қадалатын. Біресе осы түнді де кішкентай ауылды да менсінбей қиғаштай шалқайып келіп жатып алатын. Бәлкім, осы сонда үрейіп, ойылып жатқан жаралы жерге қарап, апыр-ай, сенде шынымен қасиет қалмаған ба? Тозған шүберектей осынша жырым-жырым болды деп не күн туды? Түн ішіне сайға келіп шасырынған мына неғылған жан, 16-дағы бойжеткен қыздың кейпі ме? Сорлау, мәңгі бақи бала кейіпте қалуың себебі не? Бұл азаптың қай түрі деп бұлардың өздеріне кінә тартып тұр ма? Әлде қарауылдың шеріндегі бар сойқанды сезіп, әлдекімдердің көктен аңырап қарғыс айтар ма? Әйтеуір жанындағы қалтаң бұлттарға екі бүйрегін кезек тіреп алып зарлай тұрғандай көрінеді. Ләйлә айға қараған қалпы қалғып бара жатыр екен. Селт етіп көзін ашты. Жанарынан үзілген бір тамшы жас дір-дір етіп иегіне құлайды. О жарық-ай, түсіргеме сен мені. Мені күнәсіз қыз боламын. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толы. Мен өзіме адам сияқты, басқаларға адам емес адам бейілін тәубаға түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын, оны Алла тағала адамдар тәубасына келсін, қол-аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Солай ма жарық-ай? Мен сенің өзіңе ғана сенемін. Тым болмағанда үмітімді сен ақтарсың. Сонда бұл жұрт не айтады? Мен кіммін осы? Мәңгілік пе? Шынымен-ақ мәңгілік өспен бала кейпі ме? Ләйлә қыз сөйлесіп отыр. Мылғау ай дөңгелек алыстап барады. Ләйләні да жерде аймалап барады. Жасыма лайық қыз болғым келеді. Я, мен де әп-әдемі нәзік қыз болып келеді. Ләйлә жаңағы өзін жасырынып отырған қап-қараңғы терең сайдан жүгіріп шықты. Жасаурап, үкідей қадалған қыз көзіне сұп-сұлу аппақ ай үрке қашып бара жатқандай көрінді. Сол 8 жасар мәңгілік бала бейнеде өсіп қатып қалған. Ләйлә тамыр айдырайған өгде қолдарын сермеп көкке көтерді. Ей, қашпа менен, қашпа. Бәрібір сені тауып аламын. Жасқандың ба? Сен де менен жиіркенемісің? Сен де менен қорқамысың, жарық-ай? Ай барған сайын алыстап сырғып барады. Мүгедек қызды да жарым-жарым болып айрылған жер бетінде менсінбей қап-қараңғы түн серігін толықсып кетіп барады. Ләйлә қыз одан сайын дауыстап, қол бұлғап айғайлап тұр. Ертеңде қайта оралшы, ертеңде терең сайда кездесейік. Мен сені сонда күтемін. Тезірек сайда күтем, жарық-ай. Ең соңғы сөздерді айтқанда иегі кемсеңдеп, жүрегі құрғыр алай-дүлей соғып езіліп кетті. Бұл жолы қарауылға бет алған Ләйлә қызға Шыңғыс тауының еңселі биік шыңынан барған сайын шөгіп бара жатқандай көрінді. Бұл жолы қыз түн бойындағы ербиіп көрінген тау белестен бір түрлі сескеніп, үрейленіп келеді. Әлбергір адам рухымын дейтін түн иесі де қартайған тау етегіне пана іздеп жүрген қаралы кейінділер мекен. Көзі бұлдырап кетті. Өзі тұратын Қатира тәтесінің үйіне жақындай бере тынысы тарылып, демі қалтырай шықты. Есіктің тұтқасына қолын соза беріп, қайта тартып алып қойды. Үй ішіндегі өзін тосырая қарайтын, ішіп-ішіп қадалатын көздерін көргісі келмейді. Жұрт ұйқыға батқанша отырса тұстан болатын шығар, деп есік алдында кідіріп қалды. Сол сәтте тосын шыққан дауысты шошып кетіп баж ете түсті. Қатира екен. Әй, қас қарай жын қуғандай осы сен қайда келесің, не пәлең бара? Ләйлә үнсіз төмен қарады. Ісініп қызарған жанарына да әбден сілесі қатып шаршаған күйінде тәтесі сездіргісі келмеді. Менің мұңымды бөлсе Қатира ма? Онан да үнсіз тұрғанымның өзі жақсы, дегендей ләм-мим деп тіс жармады. Қайда жүрсің деймін мен саған? Ләйлә тағы да үн қатпады. Жоқ. Терең сайда отыратынды ешкімге, ешбір жанға айтпаймын. Мен аймен кездесуге, сонымен сырласуға барамын. Жарық айдан басқа жанымды үстіне жан таппаған соң терең сайға жүгіремін. Ол сәтте мені іздемеңдер, менен сұрамаңдар, мені көрмеңдер. Ей, енді саған жетпей жүргенім меңіреулік пе еді? Оған да жетерсің, меңіреуде атанарсың.
Қыздың көзі жарқ етті. Қатиря мырс етіп, айызы қанғандай қыздың аяқ-қолына сұқтана қарады. Ләйлә қыз мүгедек денесін сабырлықпен жинай алмай, ызаға булығып қалшылдап барады. Қолы мен аяғына әлдекімнің көзі түсе қалса қу жанын қоярға жер таба алмай намыстанып есі шығатын. Мынау шамадан тыс үлкейіп бара жатқан егде қолдарымен жетілмей қалған аяғының ешкімнің көзі түспесе екен, байқамаса екен деп зар қағатын. Ал Қатиря болса әдейі қақшиып шошығып, немене мұның жанында жеріне тисе түскісі келгендей сұқтана, жиіркене көз тастады. Осындайда Ләйлә қыздың жаны шырқырап, жысырына жер таппай алыс тұрады. Қайда болдың деймін? Мал қораға қайтып қол жетпей у-шу болып жатқанда қайда болып кеттің сен? Қайда қаштың? Айт деймін енді, ойбай-ай. Ләйлә көзін жерден алмаған қалпы. Адам емеспіз бе? Деді ақырын күбіретті. Сол-ақ екен. Қатиря қалш етті. Сөзі қара, адам емессіз бе дейді. Адам сыйғы жоқ кейпіңе неге қарамайсың, а? Қатиряның ащы тілі сумаңдап Ләйләнің бала жүрегіне қып-қызыл қан жасай етіп тігіліп, парша-паршасын шығарып түтіп жатыр. Бұрын осындайда жаны тигер сөздерді естігенде шырп болып зар қағып жылап еңіреген қыз бұл жолы бедірейіп жатқан қалпы өңі қуарып Қатирядан көз алмады. Сезімсіз, жүрексіз, қатыгез адамның төрт түгелі қашанда сай болады. Табалайсың ғой, табалай бер, табала. Мен осы қасіретті Құдайдан сұрап алған, иә, сеніңше сұрап алған тағдырым осы. Оты меңгіріп күнімен шығып жүргенім емес пе? Не жазым едім саған? Жетілмей қалған сәби бетін жап-жалпақ алақанымен басып алды. Жүрісіне отыра кетті. Сол қалпы ысылдап қатып, көзімі таусылдап, көз жасына ерік берді. Мұндайда бүкшие босағада жылап отырған Ләйлә қыз бірде-бір жан. Әй, мынаған не болды? Тиіскен кім деп сұрамайды. Бәлкім осылай бейшара күй көшіп жылап отыруы заңдылық па деп ойлай ма? Ей байғұс, көз жасыңды біз емес, Құдай көрсін, соның ілтипатын күт, пейілін көр дей ме? Теріс қарап көбірлеп өте шығатын. Ләйлә мұнда сезеді. Түн ішінде жарқырап толғызып шығатын мылқау айды есіне алып, терең сайға жүгіре жөнелгісі келетін сондықтан. Терең сайға түскен ай сәулесі ұңғысынан да жап-жарық. Жер бетін кезіп жылжыған қалпы Ләйлә қызды іздеп жүр. Қарауылдың сосынан да, жердің де тауынан да сұрап бей-біреулеп іздеу салады. Қайда кеттің? Неғып бүгін терең сайда жоқсың? Деп ана дауыс жып-жылы алақанмен қолын жайып сай ішіндегі қылықтай жүргендей. Түн жамылған сай іші жап-жарық. Ай таң атқандай ағытып барады. Құлыным-ай деген ана дауыс еміреніп келіп сай ішін жағалап кетті. Сол-ақ екен. Тып-тыныш бір әлем орнады да көкірегі қас айырылып ана бейне дауыс салады. Сен құрсақта жатқанда Дегелең тауының түбі жер астын дүмбілетіп жарыс болып жатушы еді. Сол басылды ма? Іңгәлап бесте жатқан сен талай рет сол жарыстан қорқып шыр етіп қолда айқа тұрмай безілдеп кетуші едің. Сол әдеттің ес білгенше қалмап еді. Сен Шыңғыс тауының етегінен көтерілген ауадағы қып-қызыл саңырауқұлақ іспетті лаулап тұрған алауға қызып жүгіре жөнелетін едің. Қазір ше? Апа, тау жақтағы әуеде қалықтап тұратын саңырауқұлақ тағы бүгін түсіме кірді дейтін ең. Сонда жең жарықтың, о, қарғатайым-ау. Сен де Құдайдың жеткізсе сол саңырауқұлақ сияқты жұрттың кезін жауын алып лаулап тұратын боласың, деп мейірленіп маңдайынан сүйуші еді. Қазір қайдасың? Қайда кетіп қалғансың? Сай ішіндегі дауыс әлсіреп сөніп, ай көтеріліп биіктеп бара жатқандай болды. Сол қалпы терең сайдағы әр тобылғының түбінде Ләйлә қызды іздеп кезіп барады. Бірақ бұл жолы ай бетіне еміреніп қарайтын терең сайдағы қызық бейнесі көрінбеді. Адамдар қара-құрым болып көп жиналған жерден бойын аулақ салып, көзге түспеуге тырысып жүруші еді. Қатиря қоярды қоймай, бұған жік-жік жапар болып жабысып қалады. Жүр, қарауылда той бар, сонда барайық, сен сорлы да бір сейіліп қайт. Ләйлә не айтарын білмей кезерген қалтаң ернін ігістірей берген. Елдің көзі, жұрттың сөзі, бұл ойын Қатиряға сездіріп, мүсәпір күйі танытқысын келмеді, сылтауратып шаршап отырмын деген. Қой-ей, жүр енді жүр, деп әйел қызды шумалай берді де көнбейтін болғасын, қолында әр жерден бір сумаңдатып қытықтай бастады. Қыз қарқылдап кеп қыстығып күле алып орнынан көтеріле үбілген алақандарымен әйелді кеудесіне итеріп қалды. Сол сәт Қатиряның өңі құп-қу болып кетті. Бармасаң қой әрі. Барамын. Кенет Ләйләға әлдекімге ерегіскендей барамын деді. Шіркін-ай десейші, менен басқасының бәрі де бақытты, бәрі де көңілді. Бұл дүниенің бар бақыты 12 мүшенің саулығында екен. Көпке қиған бақыттың өзіне зар болған қандай сормаңда едім. Ләйлә той өтіп жатқан үйдің көңілді адамдарына қызыға қарады. Бұршақ-бүршек болып тігілген көз жасына өлсін-әлсін ел көзінен жасырып сүрте берді. Білемін, өспеймін, құдірет-ау, басқа мазағын жетпегендей әлі көрсетерсің қасіретің көп пе? Онан да бір жолата жоқ етіп, неге жібермейсің? Неге?
Саған да керегім жоқ па? Менің қасиетсіз бейнеме ыржалаңдап көргің келе ме? Көңіліңе басқа ермек таппай мәңгі өспейтін қыз тағдырын қазақтайды деп пе едің? Ләйлек, ләйлек, ақыл ләйлек. Қыз жып-жылы жігіт дауысына елең етті. Қаптаған жұрттың арасына әлдекім жырылып қолын созып бұған қарай жақындай түсті. Ой, деді таңданды қыз. Құмарды қара, құмар, қандай әдем болып өсіп кеткенсің. Ғажап, өзіммен бір партада отырған құмарым ғой, көршім ғой, құмар, иә, сен мені үнемі ләйлек, ақ ләйлек дейтінсің. Ләйлек деген құстың аты. Ол сондай нәзік, сүйкімді құс дейтінсің. Қыз біртүрлі есінен адасқандай есеңгіреп тұрып қалды. Таныдың ба? Деді жігіт ақырын жымиып. Таныдым. Неге танымауым керек? Сен сондай өзгеріп әдем болып кетіпсің. Бақыттысың ғой. Кешір мені, ренжіме. Сен де бақыттысың, Лейлек. Құмар қыздың мәңгілік құрысып қалған, қадап қалған бала бейнесінде мән бермеді. Көрмегенсіді, білмегенсіді. Қыздың онсыз да өзіне қадалған мұңлы жанарына жара салғысы келмеді. Оның ішкі дүниесін ойсырап тұрғанын да сезбегендей, қыздың кіп-кішкентай иығына қолын салып, Ләйлек, жер билейік. Мен сені биіңе шақыруға келдім. Сол сәт жәудіреп қараған Ләйлә қызды жерден көтеріп алып маңдайынан сүйді. Қыз жүрегі езіліп кетті. Жігіт қызды көтерген қалпы қаптаған көпшіліктің дәл ортасына еніп барады. Екеуі де бүкіл дүниені бір сәт ұмыт кеткендей айналып билеп жүр. Ләйлә қыз көзін жұмды. Бас айналып кетті ме, әлде ұмыт болған сезім селтетіп мұны әлсіз алмады ма? Сол қалпы құмардың мойнынан қапсыра құшақтап қатып қалыпты. Жігіт сәл сабыр етіп, Ләйлек, ах Ләйле деді. Қыз есеңгіреп барып көзін ашты. Тойға келіп едік. Ауылда ешкімде қалмауға айналған ба қалай? Сені көріп қуанып кеттім. Қыз жүзіне қызғылт рең пайда болды. Бір түрлі қысылып ұялып тұр. Үстінен киген қып-қысқа шырт көйлегінен де қатираны қояды қоймай мұны бала сияқты етіп дәл төбесіне қып-қызыл бантик тағып бергеніне де намыстанып күйіп барады. Бір балалықтан қол үзіп бозбаланың күйін кешіп жүр. Бәрі керісінше болашақтан қол үзіп мәңгілік бала бақи өспей жетілмей мүгедек кейіпте қалған. Әлде тағдыр дегенің осы өзі ма? Мені өзіне сөйлеп тұрған жігіттің даусы бұл әсерсіз болды. Әлде тағы бір сүреңсіз сұрғылт ойдың шырмауына түсіп кетті ме? Әйтеуір құмардың бірде-бір сөзіне құлақ аспады. Меңіреу адамша селейіп қалыпты. Қыз егделеп еткен қолын жасыра қойды. Ұйқыдан оянғаны есін жиып жан-жағына қарады. Жалғыз сөзі. Құмар, қайдасың? Қыз жан-жағына жалтақтай қарады. Ығы-жығы халықтың арасынан жігітті іздеген қыз қала сұрып адамдарға тіксіне қарап. Құмар қайда жібердіңдер? Қайда кетті? Қайда? Деп сұрастыра берген. Өмірінде алғаш рет адамдармен қадарласып тұрып, арман дүниесінің жалынан мықтап бір ұстағандай еді. Ол да сусып қолынан шығып кетті. Жаңа ғана бір қасірет атаулыдан бір жора арылып, әуеде қалықтап жүреді. Топ етіп қара жерге қайта түсті. Қыз тағы да жанаша Құмар деді дауыстап. Әлдекімдер мырс-мырс етіп күлген, пыш-пыш етіп сөйлегенін сезді. Азаптан, осы бір азаптан құтқарыңдаршы мені деп қыз шыңғырып жібергісі келген. Сонда ғана әлгі бір мейірім ол жап-жарық айды іздеген. Соған қарай ентелеп ұшып тобылғысы сірескен терең сайға беттеген. Ләйлә қыз көкке қадалып, жас іркіліп жанармен жалаңаш айда аймалап, иегін көтеріп, ғарыштағы жарық ай бетін тосты. Бұл кезде қарауыл қаралы күйде еді. Қарттар жағы күңіреп, таяғына сүйеніп күрсініп тұрған. Қара жамылған әйелдер бір-бірімен дауыс салып, көрісіп, сай-сүйгінді сықырлап зарлап жүрген. Бастарын әрең көтеріп, айырылдық қой дейді. Болашақтан үміт жоқ, бейбақ болдық қой. Ұрпақсыз тұл қалдық қой. Ата-баба жері еді, гүлін көкке ұшырды ғой. Әлсіреген әйелдер бірінің иығына бірін басын сүйеп, еңіреп жылаулап. Есі шыққан Ләйлә Қатираны іздеп таба алмады. Қарауылға не болған, неге осынша аңырап, зарлап жатқанын ұқпады. Көзі атыздай болып шарасынан шығып кеткен, жазап тұр. Ойпыр-ай, не күн туған, не болған адамдарға? Қыздың қол-аяғы қалш-қалш етіп көзі жұмылып бара жатты. Қарауылдың тұрғандалы сол күні қақ айырып үңірейініп жатқан жері көрді. Тартылған су мен тұтылған айды көрді. Сол күні еңіреген қалың жұрттың даусын әлдекімдердің құлағына жеткен бе? Ақ киім киіп бейтаныс жандар түн ішінде келіп, жетілмей қалған мәңгілік бала бейне әулетінің бәрін жинап, бітеу қара машинаға тиеп жатты. Ішінен шыққан баласы емес пе? Қимастықпен боздаған ата-аналар зарлап қала берді. Бұл сәтті Ләйлә терең сайда еді. Оны іздегендер де, іздескендер де таба алмады. Әдеттегідей ел көзінен жасырынып келген Ләйлә қыз терең сайға жетіп жарық аймен кездескен. Ұзақ үнсіздіктен кейін
балалық бар арман-тілегін, құмарға деген сезімін бой көтергенін жасырмай ағын жарылып түнгі сай ішінде жалғыз өзі күбір-күбір еткен. Сонда ай, жарықтық қыз сезімнің тіршілігіне сүйсініп, дірілдеп, жылап тұрғандай көрінген. Сол түннің суық ызғарын да ұмытып, екі тізесін ебедейсіз езіп кеткен екі қолымен құшақтап алып Ләйла ұзақ отырды. Орнынан тұра бере, бұрынғыдай емес, денесінің ауырлығын сезді. Бойын күздің қара суығы алып қалды ма, әлде ыстығы көтеріліп тұр ма? Егер қолдарының күші қайраты таусылып, қатер айының есігін зорға ашты. Әйел шытынаған көздері қадалып, мұның онсыз да жаралы жанын онан әрі жаншытып жіберді. Айтпады деме. Енді кешегідегісің күз болмақ түгілі құс болса да үйден қуып шығамын. Білдің бе? Қатира екіленіп алыпты. Қыздың құлағына алыстап талып, қасқырдың ұлығаны естілді. Қумаша, деді. Жанына қарап иегі дір көзі бозарып кетті. Ләйла көзін аша алмады. Мұздай қолымен аяғын әлдене тиіп кетсе болды. Еріндер қыбырлап, құмарымсың, сен қайда жүрсің? Мені сол күні ұзақ іздедім емес пе? Кел, өткендегідей мені биікке көтеріп айналып биле, кел, құмар, деп сандырақтайды. Қыздың ауыр халіне ешкім де аңалып, көңіл бөлмегендіктен оның не айтып, не сөйлеп жатқан үйдегілерді беймәлім еді. Тек сол күні түнде дәріге келіп келгеннен кейін қыз ғана әлсін басын көтерді. Бас жағында өзі бағып отырғандарға көз салды. Екеуі де көрші ауылданың бас азаматтары сияқты. Өзіңнің көңіліңді де сұрай келдік дегендердің Ләйла майсарап, өңі қашқан жүзіне қызғылт рең жүгіріп, көзін жерге салды. Осы келіп отырған екеуінен қыз жақсылықтың нышанын күтіп, сөздің аяғын бақты. Қарағым Ләйла, сенің де көрген қасіретің аз емес. Жаңағы сөз бастаған күмілжіп отырып қалды да. Ертең біздің ауданда қаралы жиын өтпек. Өзің сияқты балаларды өткен қала жаққа барып еткен. Содан әлі күнге дейін хабар жоқ. Енді міне, көзге көрінен өзің қалған екенсің. Ертең өтетін қаралы жиынға өзіңді қол ұстап көтеріп шықсақ деген ой келіп еді. Сол ақиқын қыздың құлағы шуылап, бас айналып кетті. Алапат күннің белгісі ретінде, ел басына қатер тұнған күннің белгісі ретінде. Иә, әйтеуір жақсылықтың емес, жамандықтың, тек жамандықтың белгісімін. О, Құдай! Ал Ләйла, жолға жиналсақ. Қыз талқасып бәрі көзін ашты. Бұл жолы әлге бір ағыл-тегіл болып жанарына толып кеткен жас көрінбеді. Бірақ әлсін-әлсін өкси берді. Жамандықтың белгісі болғым келмейді. Мен аяңдаршы. Мен ел көзіне оғаш мүгедек болғанымен жақсылықты ғана аңсаймын. Мен тек жақсылықты. Отырғанда түнеріп үнсіз қалды. Қыздың онсыз да үзілгелі тұрған нәзік жанын ешкім түсіне алмады. Намыс қойын қарай көр, жаман немене, деп Қатира күңк-күңк етіп Ләйланың көзін қайта ашып отырғанын адамдарға ұзақ телміріп жатты. Сосын оларға сыбырлап, құмарда бола ма? Ол да сол қаралы жиынға қатыса ма? Деді әрең жұтынып. Отырғандар ешнәрсе түсінбеді. Ләйла көзін қайта жұмып, ұзақ жатты да бір уақытын ап-анық етіп, бармаймын, бара алмаймын, кідірмей жүре беріңіздер, деді. Тұңғышымда қызығын көруге жеткізді. Осыған тәуба, осы да жетеді, деп сампылдаған Қатираның даусы төсек тартып жатқан Ләйлаға ап-анық естілді. Өмір қандай арзан, бір ғана ыстығы басылмаған қуаныш үстінде жаныңды қия салу қиянат емес пе? Өй, байғұс, тоқтасайшы, тоқтат, деп Ләйланың дауыстағысы келген, бірақ үні шықпады. Үйіне келген біреуге даурығып сөйлеп жатса керек. Той өткеннен кейін қарауылдан кетемін, қасиетті жер еді. Қадірдің әбден жұрдай болды. Жақсының арты жын деуші еді. Шынымен адам естіп көз көрмеген қасіреттің бәрі абай ата баласқан топырақтың шығып жатқан жоқ па? Алланың әмірі деген осы да, деп ойлады Ләйла қыз. Төсек тартып жатқан қыз бетіне ай сәулесі түсті. Қарауылдың барлық терезесінен сығалап ізденіп тінтіп жүріп, Ләйла қыздың әрең тауып алған сияқты. Әппақ болып дөңгеленіп, ерекше бір нұрмен қыз бетіне төніп тұр. Науқас қыз айға қарап алғаш рет жымиған. Көптен күткен жанашырын, сырласын терезе сыртына байқап қалып, қыз жүрегі елжіреп сала берді. Өз тағдырына, адамдарға деген өкпесі сол күні ағыл-тегіл көз жасына айналды. Сол сәт жап-жарық айдан мәңгілік адасып қалатындай тағатсына сүйсініп қарады да, қасірет шеккен жан иесінің жалғыз ғана сырласы өзің екеніңді ұмытпа, деді. Айда қыз да бір-бірімен ажыраса алмай, бірін-бірін қимай ұзақ аймаласты. Жарық ай Ләйла қыздың қара жерге қимады. Ләйла алғаш рет айды түнді қойнына қимаған. Ұзақ кідірістен кейін екеуінің бір-біріне деген тартылыс сезімі әлсірей берді. Екеуі екі тыржық елшісіндей өңгеніп, алшақтап қашып бара жатты. Жап-жарық ай қызбен жерді айналып алыстап барады. Ләйла қыздың жанары айға қадалған, қалпы айырылғысы келмейді. Соншалық қиналып жатып тырысып еді, жігері жететін емес. Бойына біткен күш-қайрат мүлдем азайып барады, бітіп барады.
қыз бетіне түскен ай сәулесінен самайына қарай құлап жол салып дөңгелеп жатқан көз жасы анық көрінеді. Жанарындағы көлкілдеген жастың әсері ме, қыз көзінің сәулесі азайып кеткендей болды. Жанталасып егде қолдарымен көз жасын сүртіп тастауға тырысып еді, қозғалтпады. Ләйлә қыз мұңайып жанарын бір жұмды. Дем алып тағы ашамын деген, бірақ жан тапсырған төсектегі қыз суретін ұзақ аймалаған ай мектеп жылжып кетті. Мәңгілік қоштасып кетті. Екі тіршілік, бірі жер баласы, бірі түн баласы. Қатира тойға дайындалып жүріп, әдеттен тыс ұзарып сұлап жатқан Ләйленің қасына еңделіп жетіп барды да үңіле қарады. Ойбай-ай, мына байпақ өліп қалғаннан сау ма? Құдай-ау, өліп қалыпты. Енді қайттым. Қырсықтың немененің дәл той күні өлетінін кім білген? Қатира өзінен өзі сөйлеп, әрлі-бері жүріп сенделіп қалды. Қап, дәл той күні қалжия қалғанын көрмеймісің, қасиетсіз неме? Той үстіне кімге барып ат түсті, әлімді хабарлайсың? Жатсын енді, менен басқа мұның әзір сезе қойған ешкім жоқ, деген әйелдің сомақай жүйрік ойы бір сәтте шешім қабылдап, кезеріп жатқан қыз жүзін орамалмен жапсырып жаба салған. Сол бой үйден жүгіріп шыққан Қатира сасып қалды. Алыстан өзіне таныс зарлы әуен естілді. Қара жамылған қарауылдың топ-топ адамдары аңырап тағы да керісіп жүрді. Айтқан сөздердің төбе құйған шымыратып сай-сүйегін сырқырайды. Ойпыр-ау, өлтіреме қайтеді. Түнде тағы да жарылыс болды. Қатира дір-дір етті. Әлгінің өліміне сол жарылыстың әсері болмасын, деді іштей сыбырлап. Еңіреп жатқан сонау қаралы топтың той болатын үйіне жақындатқысы келмеді. Аулақ, тұңғышымның қызы тойлауға да мұрша бермедіңдер ме? Өлгенде бір көрген қызығымды қисаңдаршы, тым болмағанда. Сосын әлі үйінен шықпаған Әлияның сүйегі есіне түскенде әлсіреп өңі қурап бүк түсіп отыра кетті. Қарауылдың қаралы тобыры осылай қарай бет алып шулап келеді. Қатираның дыбысы шықпады. Біресе алақанын жайып көптен жәрдем сұрайды. Біресе екі қолын төбесіне қойып аңырап, босағасына қарай теңселіп құлай береді. Қалықтап жылжыған ай сәулесі қараңғыда қалып бара жатқан Қатираның жүзіне сонау алыстағы қалпы жіп-жіңішке болып түсті. Өзі шалқайып жатыр. Қатираның көзіне ай жарылып екіге бөлінгендей көрді. Ойпыр-ай, деді сыбыр етіп. Ендігі жері қарауылдың айы бұрынғыдай толықсып сән бермейді десеңші. Сүттей аппақ болып қап-қараңғы түннің көзін аспайды десеңші. Саусақтары дір-дір етіп кеудесін қысып бара жатқан бешпетінің түймелерін ағыта берді.